told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to Сәлем достар, бүгін сметанник десертін жасаймын. Бірге болыңыздар. Біз ең алдымен 300 грамм електен өткен ұнға 200 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, үгітіп аламыз жақсылап. Сосын үстіне 8 ас қасық құмшекерді және де 1,5 чайный ложка разрыхитель қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырған соң, үстіне 1 жұмыртқа қосасыздар да жұмсақ қамыр илейміз. The world's a little blurry, or maybe it's my eyes. Friends I've had to bury. Қамырымыз дайын, ол жұмсақ болу қажет және қолға жабыспау қажет. Енді осыны 20-30 минутқа салфанға салып, холодильникке қойып қойыңыздар. Енді бөлек ыдысқа 4 жұмыртқа жарамыз. Үстіне 5 ас қасық құмшекер қосасыздар. Және де оның үстіне 500 грамм 20% қаймақты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді противенің түбіне және жан жағына сары майды жағып шығасыздар. Жаңағы сметаннигіміз ыдысқа жабысып қалмау үшін. Сосын холодильникте жарты сағат тұрған осы қамырымызды аламыз да видеодағыдай етіп жайып шығыңыздар. Оның бортиктарын, яғни жан жағының биіктігі 1,5 сантиметрге биік болуы қажет түбінен. Just want to protect you, but now I'm not. Дайын болған қамырымыздың үстіне жаңағы сұйық массамызды қойып, пешке 180 градусқа 30-40 минутқа салып алыңыздар, дайын болғанша. Пештен шыққаннан кейін 1 сағатқа салқын жерге қойып қойыңыздар, жақсылап суылуы қажет. Мінекей біздің сметанник десертіміз дайын болды. Бұның творожный пирогтан айырмашылығы, яғни бұл қаймақтан жасалады ортасы. Сол себепті де өте нәзік болады. Піскен кезде де суытып жеген өте дұрыс. Бұның кез келген аяқ асты келетін қонақтарыңыз болса да, өздеріңіз шайға ішуге болса да жасауға болады. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ұнаса сақтап алыңыздар. Ас болсын.